Алла тағала ең көркем жаратушысы және жаратылғандардың тізімін алатын болсақ, мынандай қатты жаратылыстар, тау тастан бастап тірі жаратылыстар, өсімдіктер болсын, хайуанат болсын, ең жаратылыстардың шыңы ол адамның жаратылысы. Енді адам өзінде тек қана дене мен сүйектен тұрмайтын бір жаратылыс қой. Мыңдаған сырлар жасырынған бір жаратылысты адам. Жүрек әлемі бар, рух әлемі бар, ақыл әлемі бар, физиологиялық дене әлемі бар. Әрқайсында және де көптеген процестер болады. Бүгінгі тақырып жүрек ауруларына қатысты тәкаппарлық тақырыбы. Оның не, ол қандай себептері бар, қандай қоғамға беретін теріс әсері бар. Онымен егер бір осы ауруға шалдыққан кезде қандай амалдарды істеу арқылы жазылса, емделсе болады деген сияқты сұрақтарға тоқтауға тырысамыз. Сөз кезегі өздеріңізде. Енді адам баласында жалпы кемістігі өте көп басқа жаратылыстармен былай салыстырған кезде, өйткені басқа жаратылыстың барлығы осы дүниеге келмей тұрып жетіліп келеді ғой. Мысалы хайуанат дүниеге келе салып, кейбір хайуандар мысалы 5 секундта, кейбіреуі 5 минутта, кейбіреуі 5 сағатта, кейбіреуі 5 күнде, кейбіреуі ең көп ұзағанда 50 күнде, былай айтқан кезде өзінің жаратылу мақсатының ең шыңына жетеді. Адам баласы дүниеге келгенде бүкіл барлық нені осы жерде үйрену керек, осы дүниеде үйрену керек. И осы дүниеде сол сезімдерін, сол құралдарын жетілдіретін болса да осы дүниеде жетілдіріп, оны қолданатын жерде осы дүниеде. Сол үшін қателік жасау, жаңағындай жаратушының басқа мақсатқа жаратқан нәрселерін дұрыс қолданбай күнәһар болуы мүмкін да. Сол мынау тәкаппарлық, жалпы өзін менмендік, өзін жоғары санау, бұл да бір сол аурулардың бірі. Негізі ол адамның жетілдіру керек, осы дүниеде қолданатын бір құралының бірі да негізі. Өйткені бізді хайуанаттан, табиғаттан, басқа жаратылыстардан бөлек бір ерекшелеп тұрған нәрсенің бірі сол адам өз-өзін кішкене мен де бір жеке тұлғамын, жеке жауапкершілігім бар, біреудің істеген жақсылығына сонымен қосылып, мысалы сауап аламыз ғой, жәннатқа кіріп кетеміз ғой дедіртпейтін, былай айтқан кезде ерекшеліктің бірі менмендік та негізі, тәкаппарлану. Ал оны дұрыс емес жолда қолданатын болса, әрине ол өте үлкен бір күнәға алып келеді. Сол үшін бұның негізгі енді әр қателіктің өзінің бір себептері бар ғой. Бір адам мысалы ақылының жетпегендіктен қателіктер жасауы мүмкін, бір адам иманның әлсіздігінен бір қателіктер жасауы мүмкін. Сол немен қараған кезде бұл тәкаппарлану, менмендіктің негізгі себебі ол жүректің әлсіздігі де. Жүрек әлсіз болған кезде ол ішіндегі жаңа менмендікті дұрыс басқара алмай, оны өзінің әлсіз адамдарға қарай қолдана бастап, сол жерден бір сондай бір адасу, сондай бір ауруға несінен шалдығады. Әйтпесе оның ақылының аздығынан немесе қуатының аздығынан емес те. Ол қуаты, ақылы көп болсын, аз болсын, бұл тәкаппарлыққа бір не емес, ол ешқандай бір себеп емес те. Тек жүрек әлсіз болған кезде осы ауруға жалпы адам баласы шалдығады. Оны былай жаңа жоғарыда айтылғаннан мынандай ой туындайды. Құдай тағала әлемді жаратқан, бізге де потенциалымызды асу үшін мыңдаған инструмент құрал берген. Яғни періштеден үстем де болуға болады, немесе хайуанаттан төмен де болуға болады. Екі жаққа да ашық бір жаратылыспыз ғой. Хайуандарда мысалы ондай жоқ. Тұрды, бірден емде шөп жеп кетіп қалды. Суырлар болса суда малтып жүзіп кете береді. Яғни бұл әлемдегі құралдар бізге берілген, оларды дұрыс қолданып, адамилықтың шыңына шығу үшін, бәлки мүмкін болғанша періштеден үстем болу үшін белгілі бір құралдарды дұрыс пайдалану. Яғни тәкаппарлықты дұрыс қолданатын болса, ол да бір жақсылыққа себеп болады. Дұрыс қолданатын болса, онда төменнен асфалі сафилин дейді ғой, төмендердің төменіне түсуіне себеп болады. Бір құрал ретінде қарастырамыз. Күлкінішті жағдайға түседі. Мысалы енді көптеген нәрселерге бір себептер болып тұрады ғой. Енді мысалы бір адам жарайды, мысалы ақшалы болуы мүмкін, ол адамның тәкаппарлануына бір себеп бар дейік, бірақ оны мен тәкаппарланады екен деп әр жерде қолдана алмайды. Бірақ жалпылама ретінде қараған кезде бұл тәкаппарлықты біз жаратушының алдындағы құл
статусымен қарау керекпіз да. Яғни сол жерде қаншалықты тәкаппарланды. Әйтпесе бір мақамын қолданып, иә, бір мақам мансыбын қолданып тәкаппарлануды оны жеке қарау керекпіз қазір. Бірақ негізгі неде жаратушының алдында бір адам тәкаппарлана ала ма? Алла тағала жалпы кейбір күнәні жасауға ешқашан адамды мәжбүрлемеген. Яғни мәжбүр жағдайда қалтырмаған да. Мысалы, бір адам тұрып мен ұрлық істемесем болмайды, мен өмір сүре алмаймын деп айта алмайды. Сәл әрекет етсе, бірдеңке жасаса, асқазаны, енді жұдырықтай бір асқазаны бар, оны тойдыратын бір мүмкіндік табады. Сол сияқты жағынан қараған кезде тәкаппарлануға да жаратушы бір негіз жол бермеген. Мүмкіншілік жоқ. Бір адам айтады, мысалы, ұшақ қазіргі кезде көп адам қолданатын бір ұшақ, мысалы, керемет түрде жасады дейік те. Жарайды, енді ол басқа адамдарға қарап, мысалы, тәкаппарлану мүмкін, сен істей алмаған ұшақты мен жасадым деп ше. Бірақ бұл енді жаратушыға қарсы қолданып жатқан жоқ қой. Бірақ енді бұл тәкаппарлығы жаратушыға құл болу қарсаңында алдынан шығатын болса, ол кезде ол тәкаппарлық. Неге? Өйткені жаратушы менің жаратқан құсыма қара дейді. Ол ұшу үшін жаңа белгілі бір жылдамдықпен жүгіру қажет емес. Тұрған жерінен көтеріліп кете салады. Сосын енді адамның жасаған ұшағын өзіңіз алып қараңыз да, мысалы, бір жерге шығу керек, дайындалу керек, бүкіл жағдай жасалу керек. Мыңдаған адам қызмет етеді. Қаншама адам қызмет етеді, одан кейін барып көтеріледі деген сияқты. Енді жаратушы салыстыр дейді да, мысалы, менің жасағаным мен сенің жасағаның. Қарайды, мысалы, адам тәкаппарлануға бір дүниеде бір себеп жоқ та. Басқа не нәрсеге тәкаппарлану мүмкін? Мысалы, жүзуде адам дүние біріншісі болуы мүмкін да, мысалы. Бірақ сен бір балықтың, яғни бір әрекет еткен сияқты, балықтың бір жылдамдығы сияқты ешқашан оған жете алмайсың. Былай айтқан кезде алдын жауып тастайды. Мүмкіншілік жоқ екен ғой. Қай жағынан. Мысалы, енді Мұса пайғамбарымыздың оқиғасында енді былай айтылады ғой, бұл дүниеде ең ақылды кім деген кезде, енді Мұса пайғамбарымыз енді адам ретінде қараған кезде әрине енді Алланың пайғамбары ақылды болмағанда басқа кім пайғамбар, кім ақылды болады? Бірақ соның өзінде Алла тағала Қызыр алейхиссаламмен мысалы жолықтыртып, оның өйтіп айта алмайтынын, өйткені одан да ақылды, яғни болашақты білетін, қазіргі болып жатқан нәрсенің артында не бар екенін, бұны пайғамбарлардың өзінде жауық екенін көрсету арқылы, былай айтқан кезде сен ол жақтан тәкаппарлана алмайсың. Яғни Аллаху алям деп айту керек едің, бірақ олай айтпадың деген сияқты бүйтіп жолды жауып тастап тұр да. Сол сияқты қай жағынан алып қарайтын болсаңыз, Алла тағала жол бермейді. Сәл ойлансақ түсінеді екенбіз ғой. Сәл қараса, бұл әлемде бір адам тәкаппарланатын, яғни тәкаппарланған жағдайына жаратушыға қарсы тәкаппарланатын бір мүмкіндік, яғни дәлел таба алмайды. Себеп жоқ. Әрине бұл да күнәлардың үлкені болса керек. Өйткені жоқ жерден қалыптастырып пайда қылатын бір дүние ғой. Енді себеп болса онда айтар едік те, себебі бар ғой деген сияқты. Ал енді Құдай тағаланың құзырында өз әлсіздігімізді мойындау бәлки сол дұрысырақ болады. Және де мұсылманшылықтың рухани әлемде дамудың да егер баспалдақтары бар десек, сол алғашқы баспалдағы әлсіздігімізді мойындау Құдай тағаланың құзырындағы ғой. Иншалла, Ереке қосарыңыз. Енді біз айтып жатырмыз ғой, жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз, жоғарыда түрлі жаңағыдай нелер бар, деңгейлер бар жалпы әлемде, жаратылыста. Мысалы, өсімдік әлемі, жануар әлемі деген сияқты. Егер бұлай жалпылама алатын болсақ, періште әлемі, ортада адам, одан кейін төменгі жақта шайтан деген бір статус бар да, былай қарасақ. Ортада адам. Енді адамнан Алла тағала періште болуды талап етпейді. Бірақ адам періштеден асып кететіндей қабілет берген. Одан кейін адамда сондай бір қабілет бар, шайтаннан да төмен деңгейге түсіп кетіп, күнә жасай алады. Шайтандардың өзін жаңағыдай жолда қалдыратындай деңгейде. Оларға да оларға да бір жаңағыдай не беріп жіберетіндей, сабақ беріп жіберетіндей деңгейде, егер ақылын барлығын қолданатын болса, адамда ондай да қабілет бар. Демек, осы жерде жаңағыдай тәкаппарлық мәселесіне келген кезде бұл адамның нәпсісіндегі тұрған бір ауру, жүректегі бір ауру. Яғни нәпсінің талап етіп тұрған нәрсесі, көп аурулардың бірі осы енді рахаттану ғой, нәпсі деген бір рахаттанатын нәрсе. Сол үшін кейде адамдар жаңағы сіздер айтып жатқандай тәкаппарлықты мүлде жойып жіберу арқылы одан құтыламыз деген сияқты бір неге келіп қалуы мүмкін. Сол үшін оны дұрыс жолға қолданса адам, егер дұрыс жаңағы мысалы елді қорғауға шыққан кезде дұшпанның алдында ондай бір өр мінезділік көрсетпейтін болса адам,
кеудені көтермейтін болса, ол жерде оның жаңағыдай несі артындағы тұрған елдің жаңағы әруағы қашады деп айтады ғой, яғни рухы түсіп қалады, төмендеп қалады деген сияқты. Сол үшін бұл жерде нәпсіні көндіру мен нәпсіні өлтірудің ара жігін ажырату керек сияқты. Мысалы кейбіреулер нәпсіні өлтіреміз деп нәпсіні мүлде жаңағыдай үстін сызады. Ол кезде уже ол жерде шынымен жаңа адам деген бір не қалмайды. Адам деген бір қасиет қалмайды, не періште болу керек ол. Сондықтан Алла Тағала адамға нәпсі беру арқылы, осы нәпсінің ішіне кейбір жаңағыдай қабілеттерді салу арқылы адам осыны дұрыс жолға пайдалана ма, пайдаланбай ма деген бір сынақ әлемі. Мысалы біз ислам дінін қабылдаған кезде адам баласы ең бірінші сөзі әшһаду алла илаха иллаллах деген нәрсені айтады. Әшһаду деген жерде, бұл жерде Алла Тағала бірінші мен деген нәрсені адамға үйретіп тұр да. Адам мен деп айтпайынша ол иман келтіре алмайды, тұлғасы жоқ. Сол үшін әрқайсысы жеке әшһаду алла илаха иллаллах деген кезде бірінші тұлғасын көрсетеді да. Мен куәлік етемін Алладан басқа құдай жоқ екеніне, және мен куәлік етемін пайғамбарымыздың жаңа құлы және елшісі екеніне деген сияқты. Сол жерде мен деген нәрсені айтпайтын болса адам, онда ол жерде біз иман еттік дегенмен иманын толық жаңағыдай дәлелдей алмайды да, жаңағыдай дәлелдей алмайды. Сол үшін бұл жердегі жаңағы менмендік деген кезде, тәкаппарлық деген кезде осы жағына да жаңағыдай мән беру керек сияқты. Енді жаңа айттыңыз, самооценка деген нәрсе бар деп. Адамда кейде бізде осы мына батыс әлемнен келіп жатқан сен өзің бағала деу арқылы бағалау керек деген бір шапанның астында адамды тәкаппарлыққа бір шақырып жатқан бір тұстарды байқайсыз да. Сол үшін тәкаппарлық деген нәрсе бар, жоғары тұрады. Ол жаңағы бір жерде тұр десек, жағымсыз нәрсе. Оның ортасында кішіпейілдік деген нәрсе бар. Оның төменгі жағында қорлық деген нәрсе бар да. Сол үшін адам кішіпейілдікке жасаймын деп қорланып та кетпеу керек, немесе қорланбаймын деп тәкаппарлыққа да кетіп қалмау керек. Сол ортасын ұстай алатын болса, сол ортасын жаңағыдай таба алатын болса, онда ол мінез адамға бір Алла Тағаладан берілген бір керемет әшекей ретінде жүреді. Үлкен жақсылықтарға жетелейді. Үлкен жақсылықтарға жетелейтін бір мүмкіндік болады. Бұл мағынадан, яғни Алла Тағала бізге берген миллиондаған сезім бар ғой, тәкаппарлығы болсын, ашулану болсын, қуану, ұялу деген сезімдер. Яғни кейбір біздің түсінігімізде кейбір сырттан бір қарағанда негативтік сезім болып көрінгенде түбегейлі алып тастауға керек қажет емес. Қажет емес, оны дұрыс жолға қолданса, дұрыс бағытқа, өзінің орнына қолданса. Мысалы, жау шапса ашуыңды қосасың дейсің ғой. Ашуды қосады, ел қорғауда, жер қорғауда ол ашу болмаса адам қарекетке кетпейді, тоқтап тұрады. Оны мысалы жаратушы мысалы хайуанатпен бізге көрсеткен да, жалпы былай айтқан кезде тәкаппарлықта, күште, қорқақтықта, жуастықта, салғырттықта, кірпияздықта, былай жеке қай сезім бар, соны жеке алып қарайтын болсақ, ешбір адам хайуандағы ол ерекшелікті көрсете алмайды. Негізі жеке мысалы жуастық жақта, мысалы ең жуас адаммен сіз қойды салыстыратын болса, қой жуас болып шығады. Анау немқұрайлықта сиырмен салыстыратын болсаңыз, сіз бір адамды мынау ең немқұрай адам десеңіз, ол сиырға жетпейді бәрібір. Ал енді қорықпау, мысалы жаңағы батылдықта арыстанмен сіз ешбір батырды, ешбір нені былай айтқан кезде салыстыра алмайсыз. Неге? Өйткені жаратушы оның алға, яғни 90% адамға көрінетін ерекшелігін соны қойғанда, ол дүниеге келіп алған жоқ оны. Ол өзі жаратылғанда солай жаратылды. Программасы ішінде салынып қойған. Салынғанда, бірақ адамда бұл барлық хайуанаттағы бар ерекшеліктің барлығы адамда болғаннан кейін оны басқаруды бізге ақылға не істеп қойғанда жаратушы. Сен қай кезде арыстан сияқты күркірейсің, жаңағы дауыс шығарасың, оны ақылмен мысалы көрсетесің дейді да бұны. Әр жерде арыстан сияқты бола берсең, маңайыңда адам қалмайды. Оны пайғамбарымыз ескертеді ғой, жаңағы Алла Тағала, егер сен маңайыңда ешкім қалмайтын еді дейді. Ал қорқақтықта қорқу керек, қоян сияқты, бірақ қай жерде қорқу керек? Әр жерде жаңағы ертең аш қалам, бір айдан кейін аш қалам деп қорқа беретін болсаң, қасыңнан өткен әр адамнан жаңа қоян қорққан сияқты қорқа беретін болсаң, онда сен ақылыңды дұрыс қолданбай жатсың деген сөз. Сол үшін осы жағынан қараған кезде жаратушы кейбір бұл дүниеде басқарушы болған, мысалы батыр сияқты алда жүрген, немесе ел басқарған, тағы не, енді елді ғана басқару емес, бір компанияны басқарып отырған адамдарда спорттың жетекшісі не болу керек, анандай мінез болу керек. Бірақ ол мінезді
ол барлығына бірдей көрсету арқылы ғана оның дұрыс жасап жатқаны ортаға шығады да. Жоқ, өзінен күшті бір адам бар, оған әлсіз болып, өзінен кем адамдарға ғана күшті болатын болса, бұл сезімді дұрыс қолданып жатыр деген сөз емес та бұл мысалы. Сол үшін біз енді адам болғаннан кейін бір уақытта ұстаз болып жүру мүмкін, бір уақытта басқа бір жерде бір басшы болуы мүмкін, енді бір уақытта басқа бір нені басқару мүмкін. Сол кезде қай жерде қай мінезді қолданам дегенді дұрыс көрсететін болса, ол тәкаппарланудың ешқандай бір несі қалмайды да, андай күнә жағы қалмайды. Орнымен қолдану керек. Ал енді жұмыста тәкаппарландым деп барып оны үйде көрсете алмайды, барып оны достардың арасында көрсете алмайды, немесе бір енді басқа бір компанияларға барып келісім шарт ол жерлерде көрсете алмайды деген сияқты. Адамға өйткені жарату ақыл берген ғой. Ақыл бергендіктен ол оның несін жасайды. Сол үшін ол тек тәкаппарлық емес мына жерде. Біздің енді жаңағы Ермек мырзаның айтқан сияқты, біз бір адамның кедей болуы, бір адамның білімсіз болуы, бір адамның өмірде бір несін таппауы, тұлғалық бір орнын таппауының барлығын мынау жаңағы өзінің менмендігін білмей жүр бұл адам дегенге әкеп тіреу дұрыс емес те. Негізі былай қараған кезде адам ең соңғы жоғалтатын ерекшеліктердің бірі ол менмендік. Менмендік болғандықтан біз бүгінге дейін аш қалған жоқпыз да. Өзіміздің біреудің тамақ жемегенін білмейтін шығармыз, бірақ өзіміздің тамақ жеп жемемегенімізді анық білеміз. Былай айтсаңыз анық білеміз. Әке шешеміз бізге хабарласпаса да біз өзіміздің қамымызды жасаймыз. Ол оның барлығы жаңағы менмендіктен келіп тұр да негізі. Бірақ бұны көтерудің керегі жоқ. Өзі бар дейсіз. Ол мына жердегі бір адам мүмкін қорықпайтын нәрседен қорыққан үшін жетістікке жетпей жүруі мүмкін да, біз оны әкеп оны тәкаппарлыққа сен өзіңді не істе деп не істеудің керек жоқ. Оған неден қорқып, неден қорықпау керектігін үйрету керекпіз да. Бір диагностикасын істеу керек дейсің ғой. Ол барлық адамға бір диагностика жасау ол дұрыс емес. Бір стандартқа салуға келмейді дейсіз. Мысалы, одан кейін адамдар енді анау бір жазушы бар, жаңағы ағылшын Мэтт Хейк деген, бұл адамдар деген кітабы бар да, сол жерде айтады. Адамдарды тану мүмкін емес дейді да. Өйткені адамдар өздерін танымайды дейді. Яғни өз-өзін танымай жүрген адамды сырттан қарап сен осындайсың деп айту, ол нағыз күлкілі жағдай сол да. Адам өзінің сіз айтқан сияқты миллиардтаған сезімдерін қалай басқару керек, не үшін жаратылғанын, қай кезде қолдану керектігін білмей жүрген кезде бір адамның сыртынан бір үкім айту, сен солай істе, былай істе, сол кезде жетістікке жетесің деу, негізі күлкініш жағдайлардың бірі да ол. Егер бұл сұрақты жалғайтын болсақ, бір адам белгілі бір себептермен сол жолдан өткен болса, 5 жыл бұрын, кейін сол жағдай қайталанған бір адамды көрсе, оған бір жеке тұлғалық бір ақыл бере алады. Тек жалпылама сол себепте барлығына жайып сала алмайды. Енді айтып көруге болады. Мысалы, өйткені біздің жалпы тарих бойы қараған кезде, қазір енді адамдардың жүрегіне бір міндет бар дейік. Мысалы, адамдардың істейтін бір міндеті бар. Ол не? Адамдарға Алланы таныту дейік. Яғни не үшін жаратылдың, не үшін келдің, қайдан келдің, қайда барасың, осыны түсіндіру дейік. Енді бүгінге дейін қаншама ғалым өтті, қаншама әулие өтті, қаншама пайғамбарлар өтті. Бір нақты бір формула бар ма? Адамға отырғызасың, тамақ бересің, мынандай аят оқисың, ол мұсылман болады. Әр адамға жеке формула жоқ, мысалы. Егер шын мәнінде адам сондай бір формулаға келетін болса, пайғамбарымыз оны көрсететін еді. Әулиелер көрсететін еді, ғалымдар көрсететін еді. Енді қарайық, мысалы, ондай бір формула жоқ. Енді менің басымнан бір қиын жағдай өтуі мүмкін, жарайды, оны мен былай өттім да, бірақ бір адамның сырттан қараған кезде тура менің жағдайыма түскен сияқты бір жағдайы менің шешкен жолым оны шешпеу мүмкін да. Оны басқа мәселе шешуі мүмкін. Сол үшін ол әр адамға жарайды, бір көмек ретінде бірдеңе айтуға болады. Былай, мынау уәсвәсә, мынау ихтимал деген сияқты. Мынау болашақтан қорқыныш, мынау аш қалам деген қорқыныш, оны былай істейсің деген сияқты. Бірақ бәрібір адам мына жерден өзінің жаңағы несін қоймаса, диагнозын қоймаса, ол шеше алмайды. Яна бір неде келеді, ол мән арафа нафсаху фақат арафа раббаху. Сол үшін жаңағы кім өзін таныса, Раббысын таниды. Демек, былай айтқан кезде Раббысын танудың кілті адамның өзін тануында жатыр ғой. Машалла. Олай болса, әр адамға бірдей құрал,
мүмкін емес. Өйткені әр адам жеке тұлға, әр адамның сезімі де, ақыл деңгейі де, имани қуаты да, рухани кеңдігі де, сезімдерінің бүгінгі қолдану тәсіл әртүрлі болғандықтан әр адамға жеке тұлға ретінде жеке жақындауы керек. Өйткені бір құралдың астына бәрін саламаймыз деген мағына сияқты. Жалпы исламның ерекшелігі осы сияқты. Исламның басқа өркениеттерден ерекшелігі әр адамды жеке тұлға деп қарап, өзіне ерекше бір не береді, жаңағы рецепт береді. Жаңағыдай ауруына рецепт береді, ерекше жекелеген. Ал енді адамдардың барлығын бір стандартпен кіргізіп жаңағыдай тәрбиелеп шығарамыз дейтін болса, онда ол адамды ол жерде мен деген бір нәрсе қалмайды да. Ол жерде бір тобырда қайсысын алсаң да, біреуін алып тастасаң да ешқандай бір орны жоқ, ешқайсының бір ерекшелігі жоқ. Сол үшін жаңағы нелерді айтады ғой, бір сахабаның орны жоқ болса, оны білінетін еді жаңағы. Жамағаттың арасында жоқ екені білінетін еді. Яғни әрқайсысы жеке-жеке тұлға, біреу жоқ болып қалса, орны ойсырап тұрады кәдімгідей. Ал енді бәрі бірдей адамдар болатын болса, ол жерден біреуді алып тастайтын болса, ешқандай не жоқ та, айырмашылық жоқ, өзгеріс жоқ. Сол үшін ислам әрбір адамға жеке тұлға деп қарағандықтан, бұл жаңа жүрек аурулары, нәпсідегі ауруларға да ерекше бір тәсілмен. Сол үшін жаңағыдай бір адамнан қойылған сұрақтың жауабын бүкіл адамға жарайды деп жаңағыдай ұсынуда бір жаңа Ерболат мырза айтқан сияқты. Оны дәлел айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бірдей сұрақ сұралған көп болған ғой енді. Я Расулалла, Аллаға ең сүйкімді амал қандай деген кезде біреуіне намаз дейді. Біреуіне намаз, анаңа қара дейді. Біреуіне Алла жолында жүру дейді. Бұл айтқан кезде ол адамда сол минус болып тұр да. Енді мысалы бір адамның қазір бақытты бола алмауына айтайық иман минус болып тұрса, енді біреудің бақытты бола алмауына айтайық қаражат жетіспеушілігі, енді біреуінің ақыл жетіспеушілігі, енді біреуіне мейірім жетіспеушілігі, енді біреуіне айтайық мынау ғылыми жетіспеушілік деген сияқты әр адамның бір нәрсені танымауы, білмеуіне әртүрлі себепкер бар. Одан кейін енді бұл тәкаппарлықты біз тек бұл не жағынан қарамау, менмендік жағынан қарамау керек та. Адам өзіне берілген көптеген сезімдерде шыңына шығып кететін болса, енді шыңына шықтым деп ойлайтын болса, оның барлығы тәкаппарлық болады да. Мысалы мейірімде айтайық мен сияқты мейірімді әке жоқ деп біреу десе, сен қалай, сен Алланың мейірімдігін айтпай ақ қояқ, сен бір әйелдің мейірімділігіне жетпейсің мысалы. Бұл айтқан кезде оның менмендігін басатын нәрсе дайын тұр да, басып тастау керек. Бұл деген сөз жаратушы, яғни мен саған бердім дейді. Бір хайуанатта жоқ, керек болса періштелерде жоқ, кейбір не бердім. А сен бұның қашан өзіңе тән немесе басқасынан жоғары көре бастайсың, бұның барлығы тәкаппарлық та. Бұл тек Аллаға жарасады. Яғни мейірімді деген кезде адамның ақылына не келу керек? Жаратушы тұру керек та. Ол анам деп тұратын болса, мысалы менің анам мейірімді, дұрыс, сенің анаң да мейірімді да, бірақ мейірімді деп былай жалаң айтылған кезде еске Алла түсу керек. Құдіретті десе Алла түсу керек мысалы. Енді мына тәкаппарлық, енді әр нәрсені сұйықтықты литрмен өлшейміз ғой, жарықты ваттпен өлшейміз. Сол сияқты тәкаппарлықтың да бір өлшем ретінде өзін жоғары көрсету деп айтады екен де ғалымдар. Енді бұны дұрыс қалпына келтіру үшін, адам шынайы адамдық шыңына шығу үшін, періштеден үстем болу үшін өзін басқадан жоғары санаудан гөрі өзін әлсіз сезіну өлшеміне келген кезде, сол кезде адам көп берекелі, эффективный болады екен да. Енді бұны жалпылама айтқан кезде адамдар былай түсінеді да, мен онда ешқандай жерде не істемейін, сөз сөйлемейін. Сөз сөйлемейін немесе тәкаппарланбайын. Бұны мысалы айтайық, мысалы денесі күшті дейік, мысалы қуатты біреу, қаласа біреуді жаңағы не істей алады, өзін қорғай алады, ешкімге не істемейді. Бұл адам егер өзінен әлсіз адамға кішкене күш көрсететін болса, бұл тәкаппарлық. Бұны қандай ниетпен жасаса да бұл тәкаппарлық та. Өзінен төмен, өйткені сен мынау жаратушының саған артық берген бір сезімін өзіңнің пайдаңа қолданып тұрсың. Бұл айтқан кезде енді оның физикалық енді әр адамның жаратылысы бірдей емес қой. Кейбіреуі айтайық андай қуатты бір денесі үлкен, спортқа жақын болуы мүмкін мысалы. Бұл адам енді жарайды, бір адам спортпен айналыса алмауы мүмкін, ғылым жолында жүруі мүмкін, білім жолында мүмкін. Оны сен барып езген кезде бұл тәкаппарлық. Бұл осы мысалдан кім Ерболат
былай айта аламыз билимди адам о деңгейге жетпегенде жәбірлесе ол да тәкаппарлық болып тұрғанда. Қазір келем аға. Мысал, енді физикалық күшті адам өзінен әлсіз адамды несіне тәкаппарлық болды ғой. Енді әлсіз адам өзінен күшті адамның алдында құрмет көрсетуі ол жалақалықты былай айтқан кезде. Тек күшіне ғана жалтақтау ана. Жағымпаздық болады бұл екеуі бір-біріне не да? Енді әлсіз адам енді Алладан қорқады, жаратушыдан қорқады, енді өлімді жаратушы жаратады. Сондай бір сеніммен өзінен физикалық күшті адамның өзінен қорықпаса, оған бір жағымпаздық жасамаса, бұл тәкаппарлық емес бұл. Бұл өзін ұстау адамның несі сол. Ал ана физикалық күшті адам керісінше мына адам менің физикалық немнен маған бір жағымпаздық жасамасын. Өйткені ешкім ұнатпайды ғой. Мысалы, бір адамнан барып сұраңыз да, сен негізі бір адам ұнатпайды. Бірақ сенен қорқып саған жағымпаздық жасай, саған ұнайды ма десе, ұнамайды деп айтады. Ол кімге ұнайды мысалы? Шынайы, яғни сен бір адамнан құрмет күтетін болсаң, оны сен шынайы күту керексің да. Оны күшпен көрсеткен кезде ол бәрібір ол адам жүрегімен сүймегеннен кейін жарайды, сенің алдында жағымпаздық жасауы мүмкін да, бірақ ол саған зиян бәрібір. Сен одан энергия ала алмайсың. Сол үшін бұл адам жаңағы физикалық өзінен физикалық күшті адам, ол өзінен де күшті адам бар, ол әлемде ол не жоқ, жаңағы болды мен ең шеңі деп айтатын адам жоқ. Ол ертең жастардан біреу шығады, ол табылады да. А сол кезде сен оның алдында сен жағымпаздық жасамайсың. Сен оған айтасың, мен сенен қорықпаймын деп айта аласың. Сол үшін бір сезім біреуде қолданылса, ол бір адамдық қасиет болады да. Енді бір адамда қолданса, ең жаман жаңағы мінез болып шығады да, жаңағы тәкаппарлық болып шығады. Енді жаңа сіздің айтқаныңызға келейік. Енді бір ғалым дейік, мысалы. Адам білімі бар, ғылымы бар, енді иманын ешкім өлшей алмайды. Ол енді мамандығы сол. Оққан саласы сол. Мысалы физика саласын оқыды. Енді әр адам физикадан жаңағы барлық атауды білу, оның білгенін білу шарт емес. Сен сол үшін оқыдың. Былай айтқан кезде оқымаған адамдарға соны түсіндіру үшін оқыдың. Енді бұны сен тәкаппарлықта қолданған кезде бұл көрдіңіз бе, бұл Алла ұнатпайтын не болып шығады да. Сен оларға мейіріммен қарайсың, керісінше түсіндіруге тырысасың. Сен сол адамдардың білмеген нәрсені білгенің үшін біреуді былай айтқан кезде езе алмайсың. Бұл енді исламға да ислам ғалымы дейік мысалы. Адам өмірі Құран жаттаумен өтуі мүмкін, хадис жаттаумен өтуі мүмкін да. Былай айтқан оқу сол, білімі сол. Енді біреудің аят білмеуін, біреудің бір пайғамбарымыздың хадисін білмеуін, біреудің пайғамбарымыздың қай соғыста қандай сахабаның қайсысы болғанын білмеуін, сендер қалай мұсылмансыңдар сен деп деуі, ол тәкаппарлық. Ол сен білмейсің, көрдің ба, мен білмеймін. Сен білесің әрине. Сен мамансың дейсің. Өйткені сіз енді барыңыз мысалы бір докторға, сізге укол салған кезде сізге бүйтсе, сен өзіңе укол сала алмайтын қандай адамсың, сен қайдан келдің десе, сіз қалай болады мысалы? Бір ыңғайсыз ғой мысалы. Ол жаңағы оның міндеті сізге ешқандай әңгіме айтпай, мысалы өз міндетінің ақысын алсын, сізге уколын салып қой беру керек та мысалы. Жаңа жоғарыдан түсінгенімдей, яғни бір сезім бар. Оның шегінен шығып кетсе тәкаппарлық болады екен да, өзі қолданылатын болса кішіпейілдік болады, одан төмен түсіп кетсе әлжуаздық па, кірпияздық дейміз ба? Олай дәрежемен емес. Ол жағдайға қарай да, мысалы. Қай жерде қолданып тұр? Оны көп қолдану, аз қолдануында емес та. Мысалы мекеніне байланысты. Мекенінде. Мысалы айтайық, бір адам бір жерде әкім дейік мысалы. Әкім болып тұрған кезде жаңағы кейбір менмендік мінезін қолдануға болады. Мынау қайда, жұмысқа неге келмеді? Мысалы, сен жұмыстан шығарып жіберем. Бұны біреу сырттан қарап, не деген тәкаппар адам деп айта алмайды. Оның ұстану керек несі сол. Қалпы оған жүйе бұзылады. Жүйе бұзылады, өйткені ол елдің қамымен жүрген адам ғой. Енді ол неден шыққаннан кейін ол жағдайды өмір бойы жалғастыра алмайды да. Барлық нәрсеге барып араласа алмайды. Туысқанына барып әңгіме айта алмайды. Өйткені сен жұмыста несің да, бірақ мына жерде сен класстассың, сен мына жерде группалассың, мына жерде біреудің жиенісің, біреудің білмеймін құдасың, ол жерге басқа мінез қолданасың ғой мысалы. Енді тәкаппарлық жалпы ол бір адамның жеке ішіндегі күйзеліс болады. Іштен адамды бәлки басқа сезімдерге итермелейді, көре алмаушылық, басқалардан өзін жоғары санауын барлық ауру деп айтылады ғой. Яғни ішкі бір инвалид десе болады ондай адамды. Тек ол инвалидность дейміз ғой, оны салт болуы іштен ғана қалмай қоғамға да әсер ететін сияқты. Тәкаппарлық ол қоғамға да зияны бар.
басқаларды езген сайын ол да бір қоғамға теріс әсер етеді. Және де тәкаппарлықтың басқа да бір көрінетін көріністері бар екен. Біріншіден сараң бола бастайды екен ол. Жақсылыққа да сараң болады екен. Қандай бір жақсы амал болсын, қандай бір қаржылай болсын, немесе дұғаның өзіне сараң бола бастайды екен да. Яғни тәкаппарлық сыртқы қоғамға да теріс әсер ететін бір ішкі аурулардың бірі. Енді бұл қоғамға әсер ететін тағы да оның зияндары бар ғой. Көптеген зияндары бар. Адамдармен қарым-қатынасты ең жылдам бұзатын адам тәкаппарлықтың нәтижесінде екен да. Енді ол тәкаппарлықтан неге қарым-қатынас бұзылады? Өйткені тәкаппарлықтың адамға беретін, немесе адамның тәкаппарлануына себепші болған нәрсе бірдеңке дәмету ғой негізі. Мысалы ғалым құрмет дәметіп, ол құрметті көре алмағаннан кейін тәкаппарланады ол мысалы. Оған қатысты хадисте бар. Одан кейін бір кәсіпкер дейік мысалы, енді ол жарайды, енді жұмыс жасады ма жасады, ақша тапты ма тапты, бірақ ол халықтың енді өзі сол жұмыс істеп жүрген кезде кейбір дәулетті адамдардың тәкаппарлануын көргеннен кейін мүмкін оған қызыққан болуы мүмкін да, менде ақша болса ел мені осылай құрметтейді деген сияқты. Ол енді сол дәрежеге жеткеннен кейін оны халықтан көрмегеннен кейін әрине бұл күйінеді, мен не үшін жұмыс жасадым деген сияқты неге дейін келеді да. Мысалы сол үшін дәмету, ол не нәрседен де адам дәмететін болса, енді қазақта дәмету деген не бар ғой, мысалы әсіресе мынау бала емізетін аналар дәметкен кезде сүті тоқтап қалады. Яғни былай айтқан кезде неге ол жерде көрінеді? Енді сіз ойлаңыз, бала емізіп отырған әйел адамның сүті тоқтаған болса, дәметкен үшін, бір ғалым дәмететін болса, оның қандай қылым жолды тоқтайды? Енді ақылына, жүрегіне оған қаншама нәрсе келіп жатыр ғой жаратушыдан, бір аяттың сырынан, бір хадистің сырынан, бір кәсіпкерге бір пікір дейік мысалы, былай ақша табу керек екен деген сияқты. Енді біз осындай нығметтерді көрмейміз ғой. Біз оның барлығын өзіміз не істеп жатқан сияқты ойлауымыз мүмкін. Бұны өзімізден көріп, халықтан дәметкен кезде бұлар бастау жаңағы азая бастайды. Сол сияқты бұл нелердің қаншама есіктер жабылады, бірақ оны адамдар байқамайды. Енді жаратушы бұны бір ашық бір неде көрсетіп қойғанда, міне дейтін, дәметкен адам мынандай болды. Сол үшін оны бір мақам мансыпта жүрген адамда егер халықтан сондай бір ол дәрежені бірдеңке күтетін болса, бір дәулетті бір адам ол да құрмет күтетін болса, бір ғалым ол да бір құрмет күтетін болса, сол жолдар жабылады да. Өзі кейде болады қоғамда, ана енді бір танымал адам бар еді дейді да, мысалы жоқ болып кетті ғой дейді. Әрине ол мысалы халықтан бірдеңке дәметкеннен кейін ол ол ерекшеліктер былай айтқан кезде жабылып, немесе дұрыс емес жолда қолданып көз алдынан жоқ болып кетеді де былай айтқан кезде. Яғни біреудің құрмет дегенін неғып мен есім кітапқа түспеді, бір жиындарда неғып мен алғашқы есім аталмады, осы ғой енді дәмететін адамдардың. Осының нәтижесінде біз ұрынатын болып тұрық қой онда. Бұл енді адамның санасындағы ең бірінші не сияқты ауру. Негізі тәкаппарлық ең бірінші санада болады да. Ол әлі көрінісін көрсетпей тұрып. Біз бұны неден байқаймыз? Адам ата мен Іблістің арасындағы оқиғадан. Ібліс мен одан артықпын деп айтқан кезде адам атадан, негізі оған дейін сәжде жасау бұйырылмай тұрған кезде оның ішінде тәкаппарлық бар еді деп айтады да. Тәкаппарлық санасы бар еді. Мен едім деген бір іштей бір өзін артық санау болды. Сол жерде Алла Тағала жаңа адам атаны жаратып, соған сәжде жаса деген кезде ол бірден жаңа ішіндегісін сыртқа шығарып көрсетіп қойды да. Мен артықпын деп. Өйткені ол өзін солай артық санады. Оның ойынша топырақтан от артығырақ деген бір не қойып алды. Сол үшін адамдар қашан тәкаппарланады, өзінің орнын сонда кейбіреулермен іштей бүйтіп ойлап салыстырып алады да, өзін белгілі бір жерге қойып алады. Ойлап өзі бірінші дәнегін егіп қойып алады да, сол жерде тұрады өзі. Өмірде түрлі жағдайлармен бетпе-бет келген кезде сол көрініс беруі мүмкін да адамда. Мен артық едім ғой, негізі мен мынаған лайық едім ғой деген сияқты. Бұл нәрсеге алып келетін нәрсе сол жаңағы айтып отырмыз ғой, ислам призмасымен қарай алмаған кезде адамда туады. Мысалы басқа немен салыстырған кезде, басқа мәдениеттермен адам сондай бір жағдайға келеді, жаңағы бір құндылықты басқаша қарайды. Мысалы 10-10 фундаменттің үстіне 14-14 үй салғысы келеді адам. Негізі фундамент 10-10 да, бірақ оған әкеп жаңағы 14-14 әкеп салғысы келеді. Ол келмейді оған. Сол сияқты мына исламның кейбір құндылықтарын
басқа әлемнің көзқарасымен былай қарауға, сонымен түсінуге тырысқан кезде адамда сондай бір нелер болады да, шатасулар, дұрыс емес әрекеттер деген сияқты қадамдарға кетеді. Құранды сүннеттің призмасымен емес, басқа мәдениеттің призмасымен ашуға тырысқан кезде болатын сияқты. Сондай кездерде жаңағыдай адамда шатасу, кейбір нәрселер түсіну. Немен қарайды ғой көп адам, мысалы, бұл тәкаппар емес еді, бұл жақсы адам еді, бұл тәкаппар дәулетті болғаннан кейін тәкаппар болып кетті, осындай бір дәрежеге келгеннен кейін тәкаппар болып кетті деп қарайды. Ол исламның көзімен қараған кезде ол тәкаппарлық деген белгілі бір уақытта ортаға шығатын нәрсе емес те. Жаңа Ермек мырза айтқан сияқты, ол адаммен бірге жаратылады. Яғни құлақ қалай адаммен бірге жаратылады, сол сияқты тәкаппарлық бірге жаратылады былай айтқан кезде. Тек сен 10 жыл бойы танисың, тәкаппарлық көрсетпеді. Неге көрсетпеді? Просто мүмкіндік тапқан жоқ. Жаңа былай айтқан кезде сіздің жүрегіңізде тәкаппарлықтың дәнегі бар, менмендік деген. Сіз оны керегінше суын құйып отырасыз, өзіңізге қажетті. Жаңа мына үйдің жүгін мен көтеремін, мына баланы мен асыраймын, мысалы. Оның өзі менмендік қой енді, олай тәкаппарланып. Сонша құйып отырасың. Сосын белгілі уақыттан кейін белгілі бір дәрежеге келгенде танымал бола бастаған кезде басқа су құя бастайды да, өсіретін. Имам Газали айтады ғой, мысалы, әр адамда перғауынның сөзі жатыр дейді жүрегінде. Мен сендердің раббыларың емеспін бе деген сөз жатыр. Неге айта алмайды адамдар? Мүмкіндік таппай жүр дейді да. Өйткені қазір біреу шығып мен сендердің раббыларың емеспін бе десе, күледі ел. Мысалы, сен қалай рабб боласың? Өзіңді өзің әрең асырап жүрсің. Мүмкіндік таппай жүр. Енді сіз бір адамға былай айтқан кезде келісіп 10 адам жиналып қол шапалақтап, сенде бір ерекшелік бар, сен бір нұрлысың, сен түс көресің, болашақты болжайсың деп, ол деп енді басында қабылдамауы мүмкін, енді мазақтап тұрсыңдар ма деген сияқты. Бірақ бұны үнемі жасай бастаған кезде өсе бастайды ғой, жаңағы жүрегіндегі сене бастайды. Бір күн талап ете бастайды. Сен күнде қолымнан сүйіп тұратын едің ғой, бүгін ұмытып кеттің ғой деген сияқты дәрежеге келеді. Одан кейін белгілі уақыттан кейін әулиелік дәрежеге келеді. Одан белгілі уақыттан кейін мәхди болады. Сосын пайғамбар болады. Ең соңында барып, енді ең соңғы дәреже өзі раб дәрежесі ғой, былай айтқан кезде. Оны айтатын мүмкіндік болған кезде ол бәрібір ол аузынан шығады, қолданады ол. Сол үшін нәрсені енді біз айтамыз ғой, күнде неге 5 уақыт оқимыз, қажетсіз кезде неге зікір айтамыз, ол не үшін айта береміз ла иляха иллалла. Сен 10 жылдан кейін белгілі бір дәрежеге келгенде осы сезімдеріңді дұрыс басқару үшін сен 10 жыл бойы сол неңді тәрбиелемесең, ол бір күнде ла иляха иллалланы айта салып иманға келе салатын нәрсе емес. Қалай мысалы спортшыны сіз қанша жыл бойы дайындап келіп мына жерде неге саласыз? Чемпион болады. Сіз бір күн дайындап салыңызшы, мысалы, ол ештеңе үйренбейді. Жарайды, кітапты теория ретінде оқуы мүмкін, былай болғанда былай істеймін, былай болған былай істеймін, бірақ ол 10 жыл жаттықпайынша. Онда ислам не істейді? Ислам балиғат жастан бастап адамды ертең әке боласың, сол кезде дұрыс әрекет ету үшін, ертең белгілі бір басшы боласың, ертең мынандай дәрежең болады, әулие боласың, ғалым боласың, сол кезде менмендікке кетпеу үшін дейді да бұны. Құран, неге күнде Құран оқисыз? Соларды емдеп отырады да, былай айтқан кезде. Соған бір күш қуат. Сіз оны білмейсіз. Шайтан қай жағыңыздан жақындайтынын білмейсіз да, мысалы. Ал сол кезде емдемеген болсаңыз, 40 жылдан кейін қандай дәрежеге келсеңіз де шайтан бір шалып құлатады да, ол мысалы. Кешіп шығады. Күрес білмейтін адамдар қазір итере салады, былай оны қалай құлату керектігін біледі де. Сол үшін шын мәнінде былай қарап болсаңыз, айтады ғой, мысалы, мына жігіт ауылда жүргенде өте жақсы жаңағы жігіт еді, мына жаққа келіп кәсіпкер болып өзгеріп кетті дейді да, оны ақша бұзды дейді. Ақша бұзбайды адамды. Ақша бұзатын болса, мынау кімді бұзатын еді, жаңағы Хазіреті Османды бұзатын еді, Абдурахман ибн Ауфты бұзатын еді. Ол ақша бұзған, ол просто бұзық адам еді, ол тәрбиеленбеген еді. Тек ол тәкаппарланатын қолында мүмкіндік жоқ еді. Сосын қашан қолына ақша түсті, мүмкіндікті таныстарға қолдана бастады. Класстастарына қолдана, ол таңғалды да, мына бұрын ондай емес еді. Әрине ол не жасайды. Одан кейін мысалы қыз балаларда мысалы тәрбиелі, ұятты бала еді, қалаға барып бұзылды дейді мысалы. Ол ұятсыз еді, бұрыннан ұятсыз еді да, просто мүмкіндік жоқ еді. Көрсететін мүмкіндік болған жоқ. Айналасындағы адамдардың бәрі таныс еді, үйін айтып қояды деп ыңғайсызданып жүрді, қалаға келді, ешкім танымайды, ұятсыз сезімін сол жерде қолданды мысалы. Ол әу баста әке шеше оның
сол кездегі дәрежесіне қарап, сол кездегі сыртқы көрінісіне қарап алданбау керек еді да. Мынау сонда да балам суғара беру керек еді ғой. ертең университетке барады, сол кезде кәсіпкер болуы мүмкін, қалтасында көп ақша болуы мүмкін, сол кезде бұны не істейтін, ұстап тұратын, мен бұған бір құндылық берейін деген әу бастан ойлану керек еді да, мысалы. Енді бұны мысалмен салыстыратын болсақ, туберкулез деген ауру бар ғой, оның несі әр адамда бар дейді ғой. Тек бір ыңғайлы бір уақыт болған кезде шығады да. Егер оны алдын алып, ондай жағдай туындатпай, бір дұрыс қолданып, ас ішуді дұрыстайтын болса, ол өлгенше дейін ол көрініс таппайды да. Бар, яғни өмір бақи жұмыс істейсің, сол сияқты болып тұр ғой бұл да. Бұл енді мына неге келетін сияқты, жалпы мінез құлықты ғалымдар хаспи және хисаби деп екіге бөледі екен да. Хаспи деген енді адам өзінен жаңағы оны мейлі қорыққаннан намаз оқымайды, ол біреуден қорыққан үшін. Ол Құдайға рахмет айтайын деп оқиды. Немесе ораза ұстайтын болса, жаңағы ел ұстап жатыр ғой, мен де ұстамасам ят болады деп ұстамайды, ол өзінің ішінен келіп тұр сол нәрсе. Енді біреуді жаңағыдай балағаттамаймын десе, ол біреуден қорыққан үшін емес, немесе біреуден ұялған үшін емес, өзінің мінезі ішіне келіп тұрған сондай. Ал енді жаңа Ерболат мырза айтқан сияқты, хисаби деген жағы, бұл есеп бар да адамда. Мен егер қазір ананы балағаттасам, одан таяқ жеп қалуым мүмкін. Таяқ жемес үшін, ал егер шамасы келетін болса, оны істейді да. Дәл сол сияқты жаңа тәкаппарлықта да сондай шамасы келетін болса, енді тәкаппарланған кезде имам Ғазали көптеген нелерін айтады екен ғой, жаңағыда мынандай нәрседе тәкаппарланады. Соның біреуі жаңағы несімен тәкаппарланады, нәсәп дейді ғой, енді мынандай румен, бұл да өзіне қатысы жоқ бір нәрсемен тәкаппарлану, немесе жаңағы біліммен тәкаппарлану, күшімен тәкаппарлану деген сияқты, дүниесімен тәкаппарлану деген сияқты нәрселерді айтады. Сол жердегі енді былай қарап отыратын болсақ, адам негізі өзінде жоқ нәрсемен тәкаппарланатын болса, ол мүлде жаңағы, мысалы, біреудің ақшасы болып тұрып, білім болып тұрып тәкаппарланса, енді оны айтуға болады да, осы нәрсе үшін тәкаппарланып тұр деп. Ал енді өзінде болмаған бір нәрсемен, өзіне мысалы ер адам болып келген үшін жаңағыдай әйелдерден өзін артық санауы мүмкін да. Ешкім өзі әйел болып келейін, ер болып келейін деп таңдап алған жоқ қой. Немесе жаңағы қазақ болып келген үшін жаңағыдай адамдар мақтануы мүмкін. Өз ұлтын жоғары қойып, ұлтты сүю керек. Бірақ ол жерде сен өзің таңдаған жоқсың. Ол нәрсемен сен тәкаппарлануға мүлде жаңағыдай себеп жоқ. Жаңағы румен мақтану да сондай нәрсе да, осы рудан келейін мен деп, осы рудан осындай батырлар шықсын деген сияқты нәрсемен тәкаппарлануда осындай нәрсеге кіреді екен жалпы. Тәкаппарлануға себеп болатын кейбір нәрселер бар, тәкаппарлануға себеп болмайтын нәрселер бар. Ең төменгісі сол тәкаппарлануға болмайтын нәрселер. Енді жаңағы неде айтады, мына білім деген нәрсе бар ғой, біліммен тәкаппарлану. Бұл тәкаппарланудың ең несі деп айтады да, жазасының да ең ауыр болатын түрі. Өйткені білім бұл адамды одан сайын жаңағыдай көбейте беретін. Білім көбейсе, тәкаппарлық та көбейе береді. Егер адамда жаңа тәкаппарлық болса, білім көбейген сайын тәкаппарлық арттыра беретін нәрсе дейді да бұл. Білім ол сондай бір құрал ғой, өзін ақтап алуға да, туралық қылып шығаруға да. Енді ол шынымен жол табады ғой. Құралдың ең кереметі десе болады да. Қалай қолдансан да. Қожа Насырдың несі жоғалды дейді ғой, жаңа есегі. Сол ар іздеп, бер іздеп, сосын енді таппаған ғой. Сосын дұға еткен ғой. Енді Құдай алса не алсын, жаңа кәпір алсын, қалым алмасын деген. Соны халық сұрайды дейді, енді неге анаған рұқсат емес деген сияқты ғой. Қалым алса өзіне жаңағы фәтуа шығарып, халал қылып оны жеп қояды дейді. Сол сияқты кейде білім әр уақыт бір өзіне жол тауып береді да. Бірақ оны да дұрыс неде қолдану керек. Өзіңді ақтауға емес. Тәкаппарлықта кейде адамдар әлсіздікке де не жасайды ғой, мысалы, менің өзі жаратылысым сол. Мен солай елді былай айғайлап сөйлеймін, өз күшімді көрсеткім келеді, бұл нағыз әлсіздік те. Бұл мен мынандаймын деп сен айтатын хайуан емессің ғой. Сенде ақыл бар, ол неңді басқарасың, менің мінезім сондай деп әр адамға айғайлай берсең, менің физикалық күшім бар деп әр адамды былай езе беретін болсаң, ол нағыз әлсіздік. Өйткені Құран Кәрімде енді былай мұсылман ретінде қараған кезде рухамау байнахум, олар араларында өте мейірімді дейді. Яғни бұл
сен алдыңда бір мұсылман тұр, бітті, сен ол жерде нені көрсете алмайсың. Хазіреті Омар сияқты енді не емес шығар, қазіргі бір адамдар айтайық, мінез көрсете алмайтын шығар, бірақ Хазіреті Омардың өзі сахабалардың алдында былай айтқан кезде ей Омар, сен дұрыс айтпадың деген кезде сен кімсің деген нәрсе айтпаған. Айтқанда Омарды жаңа тура жолға салған, яғни осы адам арқылы Омарды тура жолға салған Аллаға шүкір. Сол адам арқылы бір не алып тұр да. Сол үшін мұсылман енді өз араларында былай айтқан кезде барынша мейірімділік таныту керек та. Ал енді әшиддәу алал куффари бұны әрине ол жоғарыда айтқан сияқты соғыста, мысалы жүк көтеретін неде орны келген кезде мына істі кім істейді деген кезде мен істеймін, менмендік. Құранда айтылады ғой, жаңа біз тауға ұсындық, неге ұсындық, бас тартты, адам алды. Ол жерде былай айтқан кезде іс көтеруде, міндет алуда адам жаңа жахилдігімен, надандығымен былай айтқан кезде өзіне зұлым жасау несін қолдану керек. Өйткені сол адамды жәннатқа кіргізеді. Әйтпесе ақылмен әрекет ететін болса, мынау әйтеуір істеліп жатыр ғой, парызы кифая біреу өтесе болды, мен мойнымнан түседі деген қулыққа кететін болса, ол жәннатта былай айтқан кезде әр адам дәрежесі болмайды. Несімен қаралады ғой жаңа. Енді осында бір мысал айтатын болсақ, жақында мынандай мысал айтылды да. Мен намаз оқып отырмын деген, егер шариғи деңгейде дұрыс, тек рухани сопылық призмамен қарайтын болса, сені жаратқан Алла, былай құламайтындай тепе-теңдікті жаратқан Алла, буындарынды, етті жаратқан Алла, сүрені жаттайтында ақыл берген Алла, шариғатты үйреткен Алла, әр нәрсені ауаны берген, ол уақытты түсініп намаз оқу керек екенін сезінген, сол иманды нәсіп еткен Алла. Олай болатын болса, барлығын Алладан деп көрген кезде, өзімізді сол Құдай тағаланың құзырында жаратушының алдында әлсіз сезінген кезде, жаңағыдай тәкаппарлықтың, яғни шынайы терістікке апаратын тәкаппарлықтан алыстаудың құралы ретінде осылай айтылады екен да. Яғни біз бүгінде түсіну керекпіз, жұмысқа келіп жұмыс атқаруымызда да мыңдаған фактор бар да. Ол әке-шешемізден бастап жолдың дұрыс болуына, ауа райының ыңғайлы болуына, бүгін жарықтың болуына мыңдаған фактор бар. Жөніміздің бір індетуімізде. Және де мыңдаған факторды Құдай тағала жаратты да. Енді жаратушыға соны қайтарып, иесі ретінде, және де өзімізді әлсіз екенімізді мойындап, әрдайым жиі десек дұрыс болар бәлки. Өйткені калиядан шығу мүмкіншілігі бізде өте жиі болды. Сол себептен өзімізді Құдай тағаланың құзырында әлсіз екенімізді дәлелдеп тұру ең жақсы бір құрал ретінде қолданылған екен да. Әрине ол жоғарыдағы зікір бар. Жаратылысты дұрыс тану керек та. Енді еркек адамды, яғни еркектігімен мақтансын деп емес, былай айтқан кезде еркек болып жаратылуындағы жасалатын қызметі, жасалатын ісіне былай айтқан кезде бейімделу керек. Енді тәкаппарлық, менмендік көбінде енді еркекте болады ғой, былай айтқан кезде. Бұл әйелде итак көрінсе өте бір немен көрінеді, былай жағымсыз көрініспен көрінеді да. Бір әйелдің әуел күрестің өзіне, бір бокстың өзіне қатысып жатқанын көрсеңіз, бір ерсіз, бір ерсіз болып тұрады да. Яғни қазақтағы мүмкін жаңа байтал шауып бәйге алмас деген сияқты нелер, яғни оның бір жаратылу мақсаты. Ода мейірімділік жарасады да. Яғни мейірімді болса, былай айтқан кезде керемет бір сұлулығы, керемет бір көркем мінез ортаға шығады. Ал қашан еркек әйел сияқты әлсіз бола қалса, мен істей алмаймын, сен істейші деп жаңа әйелге жүктейтін болса, яғни өзі мойнымен көтеретін істі әйелге жүктесе, бұл әлсіздік емес, бұл жылауықтық бір дәреже болады. Мүләйімсу. Мысалы, бағана айттық қой жаңа, мысалы сараң болып қалады деген сияқты менмендіктің несімен көріністер. Ол өзінің сараңдығына бір не тауып алады да, яғни оның да екі аяғы бар, екі қолы бар, өзі тапсында деген сияқты. Ол еркекке жараспайды. Еркек қашан жомарт болса, қашан бұл ашық қолды болса, ол соған жарасады да. Ал енді сараңдық әйелге жарасады, былай айтқан кезде, өйткені еркектің дәулетін ұстап отырады. Үйде ол жомарт болып кетсе қиын ғой. Мысалы, екі жомарттық екі жақтан адам ертең неге келуі мүмкін да, жаңа күн көре алмайтын жағдайға келіп қалуы мүмкін. Ол әйелге сараңдық жарасады деген кезде, ол андай не мағынада емес. Ол күйеудің несін жинау ғой. Былай дұрыс өзі де бірден қалса, жаңағы несіне бағасына қарап, үнемдеп, ысырап етпеудің жолын алады ғой. Ысырап етпеудің. Ал еркек адам ол мүмкін не істеуі мүмкін.
кеңінен көсілуі мүмкін да, жаңағы алла жолында немесе бір кедейге немесе бір қайыр сұраған біреуге сынамай, оған сол жарасады. Өйткені жаратушы берген оған өзінен, жаңағы кәрім есімінен былай айтқан кезде артығырақ еркекке берген ғой, әйелге қалай рахим есімінен артығырақ берген болса, сол жағынан былай айтқан кезде ертең нағыз қайғыру жаратушының алдынан барған кезде алла, яғни сен менің осындай еркектерге берген ерекшелікті қолдана алмадың деп не істеген кезде ортаға шығады да ол. Мен сені еркек қылмай хайуан қылып жаратқанда деген кезде адам нағыз өкінетін, нағыз қайғыратын, былай айтқан кезде жерге кіріп кететін сезім сол кезде. Жаратылған мақсат, берілген мүмкіншіліктерді дұрыс қолданбау ғой. Енді бұны хайуанатқа қарайтын болсақ, мысалы арыстан мысалы қорықса қалай жаман көрінеді. Жараспайды ғой. Мысалы түлкі кетіп бара жатыр, түлкіден бұғып жата қалды арыстан. Яғни бұны сіз ғылыми зерттеудің керегі жоқ та, өзі әшейін бір көрініс көрсеңіз айтасыз, мынау не болды дейсіз ғой, мына ұят қой деген сияқты. Ал қоянның арыстан деп айтпай ақ қояйық, түлкінің алдына жаңағы кеуде қағып шығуы қалай жараспайды мысалы. Оның өйткені қолындағы ең үлкен қаруы сол қорқақтық та, былай айтқан кезде. Енді ол кейбір адам сол қорқақтық сезімін керемет қолданған үшін жаратушыға қарсы, мысалы қорқатын жерде қорқып қолданған үшін жәннатқа кіруі мүмкін да. Оны сен қорқақ екенсің деп оны көтере алмайтын жүктің астына кіргізіп жіберу, ол адамды былай айтқан кезде не банкрот қылады, не жаңа бақытсыз қылады, әйтеуір бір түбінде бір зиянын көреді де ол. Көп нелерді бар, батыстың нелерін оқып әр адам бай болады, әр адам белгілі бір дәрежеге жетеді деп, былай айтқан кезде газ беріп қаншам адам күйзеліске ұшыраған. Мысалы жарайды, ол 100 адамның 2-3 жеңіске жетуі мүмкін, ол бәрібір жеңіске жететін еді негізі да, бірақ бір жерде оқыған үшін, біреудің айтқанын жай тыңдаған үшін себеп сол сияқты көрініп тұрады да. Ал анау 98 адам, 95 адам, ол реклам болмайды ғой бәрібір. Ол ана адамның зияны болып қала береді. Айтайық, адамның бейімі жоқ, мысалы кәсіпкерлікке. Жаратылысында ондай емес. Кәсіпкерлік семинарына барып қатысады біреу, оған жаңағы жүргізіп жатқан адам, бауырым, мен сені тыңдадым, көрдім, сен мүлдем кәсіпкерлікке жарамайсың деп айтпайды. Жүктеп сен істей аласың. Бір стандартпен бәріне рецепт бере береді. Бір қалыпты да, сол үшін қайғыда жүрген, сол үшін күйзелісте жүрген, сол үшін өмірінің жолын адасқан қаншама адам бар. Сол үшін ашық айту керек та. Бұнан мысалы 100-1, 100-2 адам жеңіске жетеді. Яғни мына кітапты оқысаң, мүмкін мына жолда жүрсең осындай деген сияқты. Адам білу керек бастан. Барлығына бірдей құрал жүре бермейді ғой. Өйткені тағамды да бір қасықпен ішпейсің ғой. Вилка қолданатын жер болады, кішкентай қасық қолданатын жер болады. Ол енді күнделікті мысал айтатын болсақ. Бүгінгі студиямызға кеп ойларыңызды және де өте маңызды бір жүрек ауруларының ең теріс әсері көп болған, бәлки сол сезімнің тәкаппарлықтың төңірегінде құнды ойларыңызды бөлісіп, жақсылыққа себеп болады деген үміттеміз. Пікірлеріңізді білдіргенге Алла разы болсын. Алла тағала жүрегімізден бұл тәкаппарлықтың ең кішкентай бөлшегі болса да болдырмауын нәсіп етсін.